Армысың, Тәңірші, мұсылмандар. Мұсылмандар. Ғажап, Тәңіршіміз, мұсылмандарымыз. Мұсылман деген сөзді орап айтсаң, намысым деген сөз шығады. Білесіңдер ғой, Тәңіршілер. Сондықтан бүгіннен бастап құрметті Тәңіршімін деп жүргендер, өздеріңді біз мұсылманбыз деп айта бастаңдар. Мұсылман деген сөзді орап айтсаң, намысым деген сөз шығады. Қазақтың ұлттық намысын қорғап жүрген, оның дүниетанымын қорғап жүргендіктен біз мұсылмандармыз. Кім айтты десең, Тоқтар Әбіш айтқан деп айт. Қазақта мұсылман деген сөз болған. Намысым деп оралып айтылатын. Бірақ оны біздің даламызға келген, исламды қабылдаған, имани жолды қабылдағандар алып алып, біз мұсылманбыз деп отыр. Өздерінің ұлы Құрани түсінігі, мүмин, мүслим деген сөзді лақтырып жіберіп, ой, мұсылманбыз деп айтып жатыр. Айтсын, айтпа демейміз. Айтпа демейміз, айтсын, бірақ астарында қандай ұғым бар екенін біле жүрсін. Мүслим, мүминге болғанға не жетсін? Сондықтан бүгінгі айтарым былай. Біз мұсылмандармыз. Бүгіннен бастап мен солай айта бастаймын. Армысың, мұсылмандар деп. Мен мұсылманмын дейтін қазақты күнде көргім келеді. Сау болыңдар.